Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Help Him каналы. Бүгін біз биология пәнінен 4-ші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалаудың біріншісін талқылаймыз. Достар, бұл бізде 8-ші сынып. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылыңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл жұмыстарын достарыңыз да жақсы жазсын. Ал ендеше сұрақтар легіне өтсек. Бізде бірінші сұрақта бірнеше сұрақ берілген. Оның біріншісі: көбею тәсілдерінің түрлерін атаңыз және сипаттама беріңіз. Салыстыру кестесін толтырыңыз. Ең бірінші көбею тәсілдерінің түрін атасақ, бізде екі түрлі көбею бар. Ол бізде жыныссыз және де жынысты. Жыныссыз көбею кезінде ұрпақ тек бір осиптің бір немесе бірнеше соматикалық жасушасынан дамып жетіледі. Бұның нәтижесінде бір-біріне айна қатесіз ұқсас және біркелкі осиптар түзіледі. Ал жыныссыз көбею кезінде аталық пен аналық арқасында жүретін көбею тәсілі ұрықтану. Ұрықтану деп сперматозоидтың жұмыртқа жасушасымен қосылып, нәтижесінде зигота түзілумен аяқталатын процесті атайды. Салыстыру кестені толтырыңыз. Бұл жерде бізде митоз және де мейоз түзілу әдістері берілген. Митоз әдісіне бізде жасушаның тенекеге бөлінуі, гидраның спор арқылы көбею және де аналық бүрдің ісінуі жатады. Ал мейоз әдісіне бізде мүктердің спорасы және де мүктерде суда ұрықтану жүреді, зигота пайда болады. Және де қырық жапырақтан архигенои жасушасы. Екінші сұраққа келсек, мүктер мен қырық жапырақтылардың тіршілік цикліне назар аударыңыз. Сызбаны пайдаланып, гемотофит және де сапрофиттерді ұрпақтарына түсініктеме беріңіз. Сызбаны пайдаланып, геметофит және де спорофиттерді ұрықтарына түсініктеме беріңіз. Спорофитті жыныссыз ұрпақ және де диплоидті, гематофит жынысты ұрпақ, гаплоидті мүктерде басым келеді. Спорофитті ол бізде диплоидті жыныссыз ұрпақ, қырық жапырақтарда басым болады. Және геметофит және гаплоидті жынысты ұрпақ мүктерде басым болады. Төмендегі суретте ағзаның эмбрионалды даму кезеңдері бейнеленген. Осы кезеңдерді біз атап шығайық. Ең біріншісі бізде А, Б, С, Д, Е менен берілген. Бұл жерде біз реттілікпенен орналастырсақ, Е, Д, А, Б, С болады. Енді келесі сұрағымыздың жауабы: эмбриогенездің басталуы бізде ұрықтану және ұрық жұмыртқасы мен сперматозоидтардың бірігуі ретінде анықталады. Көп клеткалы жануарлар ұрығының даму кезінде денесінің сыртында тіндер мен органдар пайда болатын қабаттар. Ұрық жапырақшасы кейде ұрық тақташалары деп те атайды. Және де бөлшектену процесі нәтижесінде пайда болатын қуыс ұрық. Бластуланың құрылысы мен пішіні жануардың түрлеріне байланысты әртүрлі болады. Ұрық жапырақшаларының түзілетін мүшелерін анықтаңыз. Бұл жерде бізде эктодерма, эндодерма және мезодерма берілген. Соның ішінде мезодермада өкпе, эктодермада шаш, эндодермада бізде аналық без бен аталық бездер. Және де мезодермада бізде бүйрек болады екен. Осымен біздің 8-ші сыныпқа арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауымыздың біріншісі аяқталды. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.